сил, потомство хаджадау. Қазір менде демалыс сезоны, тренировкаларды ақырын бастап жатырмын. Бірінші марафонды біттім осы жылы. Ертең 10 километр қайырымдылық забег. Соңғы қатысатын боламын 10 километр. Уақытқа емес, жай үшін жүгіретін боламын. Көреміз қалай болатынын. Бүгін 18 қазан. Соңғы видео түсіргелі бері осы аккаунтта 4 жыл өтті. 4 жылдан бері көп өзгерістер болды. Видео не салған жоқпын, тренировкада жасаған жоқпын. Енді қазір тренировканы қайтадан бастадым. Және бастағаныма 6-7 ай болды. Ешқандай көп видеолар түсірген жоқпын. Және түсірген видеоларымды салған жоқпын YouTubeға. Себебі білмеймін, монтаждауға желание болған жоқ. Енді қазір қайтадан бастаймын. Жыл сайын 1-2 жарыстарға қатысып отырмын осы 4 жыл перерыв кезінде. Соңғы видеода 10 шақырым жүгірген болатынмын. Қазір 10 шақырымнан 21-ге өттім, 21-ден 42-ге өттім, 42-ден ультра жүгірдім. Қазір негізгі қашықтық менде 42 болады, тек қана 42-ге дайындаламын. Арасында 10-21-лерді жүгіруге болады. Нәтижелерімді салып қоятын боламын. Мына жерге шарт қоямын, қандай результаттар екенін. Ендігі мақсат 1% жобасы, оны осы жүгіріп бастағалы бері ойлап жүрмін. 5-6 ай болды. Күн сайын 1% даму, жоғары көтерілу, немесе кешегі күннен қарағанда 1% алға жылжу деген мақсатпен. Бүгінгі жарысқа келетін болсақ, бүгін жарыста асықпай ақырын жүгіремін деп ойладым, бірақ тізедегі травмалардың бәрі кеше 2 күн тренировкадан кейін, силовой тренировкадан кейін қойып қалды. Содан кейін бүгін өзімнің жеке рекордымды жаңарттым 5 километрге және 10 километрге. Және 18-29 жастар арасында 3-ші орын алдым. Бұл менің алғашқы пьедесталым. Және осы күннен бастап алда әлі көп жеңісті тұғырлар болады деп ойлаймын. Енді алда көптеген қызықты видеолар салатын боламын. Қазір мен 5 шақырым челлендж бастадым. 3-4 күн болды, бүгін 4-ші күн. Күніне 5 километр жүгіріп отырам. Екінші зонада немесе минимум 5 километр жүгіріп отырам. Және сол келесі видео шыққанша.